Саламатсыздар ма әріптестер? Бүгін сіздерге ZipGrade деген әдіспен таныстырғым келіп отыр. Бұл программаны Play Market'тен жүктеп аласыздар. Бұл программаны жүктеп алғаннан кейін осылай басып кіреміз. Мен алдын жасаған жұмыстарым. Сіздер бірінші тіркелесіздер. Тіркелгеннен кейін сіздерде осындай бет ашылады. Одан кейін сіздер жаңа жұмыс жасау үшін осы төменде тұрған мынау плюс батырмасы бар жасыл кнопканы басасыздар. Мына жерге пәніңізге қарай жазасыз. Мысалға математика, немесе қазақ тілі, немесе тест деп жазсаңыз болады. Ал мына жерге сіз 20 сұрақ құрастырасыз ба, немесе 50, немесе 100 сұрақ құрастырасыз ба, соны таңдайсыз. Мен мысалға бастауыш болғаннан кейін 20 сұрақ құрастырамын. Мына жерге өзіңіз сол күнді таңдайсыз. Мысалға тестті қай күні бересіз, сол күні таңдайсыз. Кейін мына батырманы басасыз. Ал енді сіздер мына кілттің суреті тұрған батырманы басып, сіздерде осында тест парақша шығады. Бұны қалай шығару жолын айтатын боламын. Ал сіздер осы жерге мысалға өзіңіз тест сұрақтарын құрастырдыңыз. Сол құрастырған сұрақтарыңыздың жауаптары мысалға бірінші сұрағыңыздың жауабы А болуы мүмкін, немесе В болуы мүмкін. Соны басып шығасыз, өзіңіз дұрыс жауаптарын бәрін басып шығасыз. Екінші сұрағыңыздың дұрыс жауабы мысалы С болуы мүмкін. Үшінші сұрағыңыздың жауабы В деп белгілеген боларсыз мүмкін. Осылай барлығын белгілеп шығасыз. Өзіңіз құрастырғаннан кейін сол сұрақтарыңыздың жауаптарына қарай өзіңіз белгілеп шығыңыз осы жерден. Сосын белгілеп шыққаннан кейін балаларға тест парақшаларын тарқатып бересіз. Сөйтесіз де балалар орындайды. Орындап болғаннан кейін мысалға сыныпта кейбір балалар тез орындап қояды, кейбір балалар одан кейін орындауы мүмкін. Сіз телефон арқылы, осы программа арқылы балалардың тапсырмасын сол мезетте тексеріп, қайсы сұрақтарға дұрыс жауап берді, қайсыған дұрыс жауап бермеді, солын тексеруге болады. Ол үшін сіз оны былай жасаймыз. Мысалға сізде телефоныңыз ашылған кезде осылай шығады. Сөйтіп сіз суретке түсіретін камераның суреті барды басасыз. Сөйтесіз де мынау жанып тұрған жасыл түсте жанып тұр, міне дереу түсірді. Сол жасылды турласаңыз түсіреді. Не түсірді? Енді мына тұр: Айша математика пәнінен тесттен 4 сұраққа дұрыс жауап берген, 26,7%. Осылай балаларыңызды сол мезетте тексеріп жұмыс жасауға болады. Осылай тексеріп балаларыңыздың жұмыстарын көрсеңіз болады. Мысалға мен алдын жасаған жұмыстарым міне осылар тұр. Осылай көре аласыздар. Ал енді осы жауап парақшасын алу үшін Google-ға zipgrid.com деп осылай жазасыздар, не тұрғандай жолақшаға. Сосын мынау осы тұрған, міне осыны басамыз. Осындай тест жауапшасы бар, парағы бар, суреті барды басасыздар. Міне мынау 20 сұраққа арналған, мынаусы 50, мынау 100. Ал енді орысшаға аударып аламыз. Пәске қарай, төмен қарай түсеміз. Мысалға сізге 20 сұраққа дейін бересіз ба, немесе 50 сұраққа дейін, немесе 100 сұраққа дейін сыныбыңызға қарай, сыныбыңыздың дәрежесіне қарай осы бланкілерді таңдай аласыздар. Мен мысалға бастауыш сынып болғандықтан 20 сұрағы бар жауап парақшасын таңдаймын. Осының үстін басамыз. Бұл осылай PDF түрінде, міне PDF түрінде осылай ноутбуктарыңызға түседі. Телефоннан істесеңіздер де болады, телефонда да жүктеледі. Және бірден мына жерде печатты басып шығарып алсаңыздар болады. Печатты басамыз. Жауап парақшасы сіздерде дайын. Осылай көбейтіп оқушыларға таратып бересіздер. Міне бізде жауап парақшасы дайын, шықты принтерден.
Енді бұны оқушыларға бересіздер. Балалар өзінің аты жөнін жазады, күн ретін жазып, сосын сұрақтарға жауап береді. Өзіңіз кез келген сұрақты дайындап балаларға бересіз, соған қарап мынау тест парақшасын дөңгелектеп бояйды.